Рамазан, бүгінгі әлеуметтік жоба рестарт аясында өтіп жатқан осы спорттық іс-шарамыз қалай сізге жалпы ұнап жатыр? Иә, әрине ұнап жатыр. Бір демалып қалдық. Осындай жиі болып тұрса, орташылықта адамдармен танысып, кішкене демалып қаласың. Енді арасында бір болып тұрған жөн. Негізі бұрыннан бері өзіңіз спортқа қызығушылығыңыз бар ма жалпы? Әрине өзім бұрыннан бері спортқа деген қызығушылығым өте керемет, жоғары деңгейде деп ойлаймын. Мысалы, өзім кішкентай кезімнен бастап еркін күреспен айналыстым. Одан 2001 осы Астана қаласындағы Қажымқаным Айтбасов атындағы жас балаларға дарынды өзіміздің спорт интернатымызда оқыдым. Сол жерді тамамдап, одан кейін Алматыда өзіміздің Қажымқаным Айтбасов атындағы спорт колледжін бітірдім. Еркін күрестен чемпион Қазақстан, халықаралық жарыстардың 7 дүркін чемпионымын. Осындай спорттық шаралар болып тұрған өте жақсы. Қазіргі таңда да өзім тренер болып жұмыс істеймін. Өстіп спортымыз әрі қарай дами берсін, көтеріле берсін. Оқушыларымыз тек биік шыңнан көрініп, олимпиада әлем шыңдарын бағындырып, тек биік шыңнан көрініп. Көзқарасыңыз оң, болашақта біз осындай спорттық іс-шаралар ұйымдастырған кезде жалпы қолдайсыз, келуге дайынсыз? Әрине қолдаймыз, осындай іс-шараларды қолдаймыз, келеміз, қатысамыз жарыстарға. Өте жақсы іс-шара болып отыр. Рахмет.